Ішектерін тазалатайын деп едім, ішегім толып кетті, ішегімде бактерия көп, запор, не істеймін, жалпы ішектерін тазалата беремін, уже шаршап кеттім дейтін адамдар көп. Ішекті тазалап қажет емес, ішекті тазалайтын бізде өт сұйықтығы бар. Өт сұйықтығы бөлінбей ма, запор болады. Өт сұйықтығы бөлінбей ма, сізде ішекте бактерия көбейеді, неше түрлі аурулар көбейеді. Сол үшін ішектің дұрыс жүру үшін бізде өт сұйықтығы бөліну керек. Өт сұйықтығының бактерияларды өлтіретін бактерицидтік қасиеті бар. Және де өт сұйықтығы бөлінбейтін болса, сізде перистальтика нашарлайды. Перистальтика нашарласа, өт жиырылуы нашарлап, сізде запор деген нәрсе пайда болады. Яғни туалетке отыра алмайсыз. Сол үшін бізде өт деген үлкен қызмет атқарады. Өт сұйықтығы бөлінбей ме, болды, сенде проблема көбейеді. Дәрі ішіп жүре бересің бе, өмір бақи слабительный ішіп, ол слабительный ішесіз, үй бір күні тұрады да сізде цирроз боласыз. Организм уланады, интоксикация болады. Сол үшін висцеральный коррекция керек. Моторика нашарлай ма өттің, уже тағы да сізде өт дұрыс бөлінбейді, ауыра бересіз. Бәрібір де висцеральный коррекция керек. Висцеральный коррекцияға барыңыздар. Мен сияқты кинезиолог сияқты мамандарға барыңыздар. Немесе өздеріңіз курс сатып алыңыздар. Орыстардың, ағылшындардың өтті жүргізетін неше түрлі курстары бар, семинарлары бар. Немесе оны түсінбеймін десеңіздер, мен де қазақша семинар дайындап қой. Немесе маған келіңіздер. Бәрібір бізге висцеральный коррекция керек. После висцеральный коррекция ғана сіз дәрі ішіп, диетаға отырсаңыздар ғана сіздерге пайдасы бар. Осы видеоны таратыңыздар, көрсетіңіздер. Көптеген қазақтар не істеу керектігін түсінбей жүр. Сондықтан да осы видеоны танысыңа жіберіп қой.